Достар, сендер жалпы осы уақытқа дейін ойлап көрдің ме Free Fire бойыншағы ең мықты аккаунттарды? Ал мен жалпы бүгінгі видеомызда осы Free Fire бойынша топ ең мықты 10 аккаунтты, яғни тізімін көрсететін боламын. Ал сендер мені қолдау ретінде жалпы осы каналға тіркелу және маған лайк басуды ұмытпаңдар. Так, не істейміз? Біз осы жаққа кіреміз да, яғни ID теретін жерге біздің жалпы өзіміздің алғашқы аккаунтымызды іздейтін боламыз. Так, оның ID жалпы 1526 59 907 деген дәл осындай ID. Так, бұл кімнің аккаунты? Әрине бұл бізде жалпы 6 миллионнан жоғары подписчигі бар. Жалпы TikTok бойынша B100 деген TikTokerдің аккаунты. Егер де өздерің көріп отырған жалпы бұл жақта бұның уровені 87 уровень екен, ал лайкі 319 мың жалпы лайк бар екен. Так, біз бұған бір лайк басып қояйық. Өздерің көріп отырсыңдар, бұның аккаунтына Sakura хип-хоп та бар и оның галочкасы бар екен. Астына өзінің TikTok'ын жазып қойған, яғни Best Free Fire деп, астына Instagram'ы B100FF31 деген жалпы өзінің TikTok'ы тұр екен. Так, екінші тек қана бір осындай эмоциясы бар екен. Ал ендеше бұл жалпы бұның аккаунты өте мықты деп ойлаймын. Так, бұл жаққа кіреміз, яғни бірінші біз бұның список желанияларын көріп кетсек. Так, бізде бұл жақта бұның список желаниялары не тұр? Бізде бір осындай эмоция бар екен. Енді бұл жақтағы заттарды өздерің білесіңдер. Біздің регионға шыққан болатын, мүмкін бұның регионына шықпаған болар, әйтпесе бұның жалпы мынандай аккаунтымен бұл эмоциялардың жалпы болмауы мүмкін емес деп болады. Енді мынау бізге қателеспесем әлі шыққан жоқ, бірақ алдағы уақытта шығып қалу керек. Енді мына эмоцияның болмауы енді қате ғой, өйткені біздің магазиннің өзіне дәл осы эмоция осы кезде сатылымда тұр. Ал біз әлмен көре керек, жалпы бізде астында так дәл осындай имен мынандай зат бар екен. Бұда еще жоқ, бұл жоқ, список желанияларында бар екен. Так, астында еще өздерің көріп кеткендей дәл осындай бір эмоциялардың түрлері бар. Так, астын тағы түсек, бізде дәл осы эмоция бар екен. Яғни бұл жақтар бұлардың регионына шықпаған и біздің регионға да шықпаған екен. Бірақ өздерің көріп отқандай біздің регионда бар заттар, тіпті бұның біздің магазинімізде бар заттар бұда жоқ екен. Жарайды, біз бұл аккаунтты көрдік. Жалпы біз енді өзіміздің екінші аккаунтымызды көреміз. Так, оның ID жалпы бізде 32 08. Так, сосын 98 95. Так, 98 95. Так, кетті. Так, бізде енді дәл осы аккаунт екен. Ойланыш, достар, бұның уровені бізде 100-ші уровень. Еще 7 сағат бұны ойынға кірді екен. Ал неге азама? Так, Хаза. Хаза 3 па сондай. Так, Хаза 3 деген. Жалпы енді бұл кімнің аккаунты екенін мен білмедім. Бірақ өздерің көріп отқандай, байде бұл Азербайжанның бір аккаунты секілді. Еще бұның уровені 100-ші уровеньда и бізде бұның лайкі 303 мың лайк бар екен. Жоқ, мен бұны білемін айтпақшы. Бұл айтпақшы бізде Хаза деген тиктокер, жалпы ютуберде, ютубыда, тиктокта бар. Енді өздерім жалпы тиктоктың поисына іздеп қарасындар болады. Пайы тиктогында бұның 3 миллионнан жоғары подписчигі болу керек. Біз бұған өзіміздің атымыздан бір лайк басып жібереміз. Және де бұның өздерің көресіңдер, бізде жаңа рейтингтан алмаз 4 екенді, ал рангтан 35 жұлдызды екен. Так, екінші жаңа өзін не развивада сұр, яғни небәрі Роз деген, жалпы бұл да Роз дегенді мен танимын. Бұл да тиктокерші, жалпы осымен 74 күн бұрын жалпы не развивада болған екен. Так, бұл жақта үші бұл не развивадасын да конца көтеріп тастаған. Астына Роз жалпы лув деген сеті қойып қойыпты. Яғни бұл Роз деген қыздың жігіті болу керек, либо парасы. Так, бұның жалпы аккаунтында не жоқ екен. Жарайды, бұның бір список желанияларын бір көрсек, жалпы бізде дәл осындай бір бангбук сияқты зат бұның есінде список желанияларында тұр екен. Ал қалған заттар бұған қызық емес. Яғни бұның аккаунтында барлық заттар бар десе де болады. Және де бұл үнемі бұның жалпы TikTokта видео түсіретін сеті десе де болады. Қазір уақытта гильдиясы жоқ екен. Так, бізде жарайды бұл аккаунтты көрдік. Бізде келесі аккаунтымызды көрдік. Яғни бұның ID 46. Так, 46 45 дейді. Так, сосын 98 307. 98 307. Жалпы бұл бізде үшінші аккаунт. Міне бізде яғни үшінші аккаунтымыз. Бұл небәрі 36 минут бұрын ойынға кірген екен. Неге? Так, Фарехама сондай ошым. Мұнаңда уровені 100-ші уровень, еще бұның галочкасы бар. И аккаунтта 1 миллион 472 мың лайк ойлап қараңдаршы. Тіпті бұндай лайк деген жалпы біздің регионда ешқандай адамда жоқ қой. Ал ендеше еще ойланыш, бұның очкосы 35452 очко жинапсаң, осы кезде рейтингте тіпті біздің регионда әлі ешкім жинамаған бұны. Ал бұның яғни битва отряды, яғни бізде ранкі 53 жұлдызы
эксперт екен. Бұл енді көбінесе рейтинг ретінде және екінші жағында бұл бүкіл эволюцияларды көтеріп тастаған екен. Астына the on the only queen of region деп жазып қойды. Яғни өзінің регионында бір мықты игрок екенін өзі айтып тұр. Еще бұның мына жақта өздерің көріп отырған пропусттары так бізде наемниктен бастап нормально ашқанда и дальше барлығын тоқтатып бара жатқан еще 555 және 222 медальдан жинап кеткен. Мына жерде тек қана бүйтіп так дейін пропустта 1234 медаль сатып алыпты. Жалпы бұның аккаунты өте керемет. Енді біз өзіміз тағы да бұған бір лайк басшы береміз. Так, бұл жақта бұның список желаниясына өздерің көріп отқандай. Я жалпы біздің регионға да шықпаған, енді бұлардың регионда да шықты ма, шықпады ма нақты білмедім. Бірақ өте кереметтей заттар бар екен. Так, бұның аккаунтын жарайды көрдік. Біз өзіміздің енді келесі аккаунтымызды көрейік. Так, оның ID жалпы бізде 23 63. Так, сосын 01. Так, 23 63 01 958. Жалпы бізде төртінші аккаунты. Әрине бұл аккаунт еді біздің регион емес, қателеспесем бұл жалпы бізде араб регионы, өздерің көріп отырсың, другой регион деп тұр. Бұл да еще 100-ші уровень екен. Так, біз жалпы бұның аккаунтына кірдік. Енді мына жақта өзінің VX-мен, жалпы VX-ның аты дәл осындай сияқты негімен бірдей. Осы бұның лайкі 1.300.000 лайкі бар. Яғни аккаунты 1 миллион лайк деген бұл өте көп негізінде. Так, бұның жалпы несі? Рейтинг ойнайтын игрок екен. Еще бұл да очкосы қазір уақытта 28216 очкосы бар екен. Ал ендеше бұның пропусттарын бір көре келейік. Бізде жалпы пропуст қандай заттар бар екен. Так, бұл жалпы үшінші пропуск, яғни бізде черепа деген пропусттан бастап ойында бастағаны, содан бері барлығын түгелмен тоқтатпай ашып келе жатыр екен. Жалпы не деген мықты игрок десеңші. Еще бұның нейрозиласымен 412 күн болған, ал екінші жағына ешнағындай зат қоймапты. Так, 7-ші лет бар екен аккаунтта, және бұның нейрозиласын до конца 1800 очколарын толтырып тастаған екен. Ал список желаниясына үшін мынандай заттар тұр екен. Енді бұл заттар біздің регионға шықты, ал бірақ бұлардың регионы әлі шықпаған секілді. Ну, жарайды, біз енді бұлардың барлығын біз бұрын жалпы список желаниядан жалпы көрдік десе де болады. Так, біз өзіміздің келесі аккаунтымыз, яғни 5-ші аккаунт бар, қандай? Сондай бар, бізде яғни 240. Бұның ID 240 680 дейді. И сосын 619 деген жалпы осының ID екен. Так, бұл бізде жалпы 88-ші уровень екен. Бұл да басқа региондағы жалпы аккаунт. Жарайды, біз бұның профиліне кіреміз, жалпы көрейік, бұның ішінде қандай заттар бар екен. Так, бұның қазіргі уақытта еще бұның уровені сәл дегенде енді аздау, басқалармен салыстырмалы түрде аздау. 88-ші уровень және аккаунтта 170.000 лайк бар екен. Так, бұл да жалпы қазіргі уақытта рейтингі 7522 очкосы бар екен, ал ранктан 83 жұлдызы эксперт екен. Ал бұның екінші ешқандай нәрсе жоқ, ал медалы біз көре кетейік. Бұл жалпы ойлаңдаш достар, Сакурадан бастап жалпы ойынды бастағанда содан бері бүкіл пропусттың барлығын түгелмен ашып және 225 медалға дейін, ал жалпы бізде бояқ пропусты 100 медалдан асырып отырған. Яғни бізде пропусттың заттарының барлығы түгелмен бұның аккаунтында бар. Кем дегенде қателеспесем бұның аккаунты 1500-дей торс болу керек. Ал сендердің аккаунттарында осы уақытта қанша торс бар, соны комментарийға жазуды ұмытпаңдар. Так, бізде жалпы бұның список желаниясы не бар екен? Тек қана дәл осы эмоция бар екен. Енді бұл эмоция, так, бізге шықты ма, шықпады ма білмеймін. Енді эмоция емес, бұл енді анимация дейді жалпы. Так, енді біз бұның аккаунтын көрдік. Так, біз енді өзіміздің келесі аккаунтты көрейік. Так, бұның айдын өшіп тастаймыз да. Енді біз көретін аккаунт, енді бұл аккаунтты сендер барлықтарың білесіңдер деп ойлаймын. Так, бізде жалпы енді Free Fire бойынша ең бірінші ашылған, яғни Хар Олдтың аккаунты. Өздерің көріп отырсыңыз, жалпы бізде ешкімде жоқ, бұда галочка бар, яғни FF деген, яғни Free Fire'дың өзі берген почти админі десе де болады, соның галочкасы бар екен. Енді бұның аккаунты басқа алдыңғыларға қарағанда сәл лайк енді аздау, бірақ біз үшін бұның лайкі өте көп, өйткені бұның аккаунтында 752.000 лайк бар, не бәрі 64-ші уровень. Енді бұның астына түсетін болсақ, жалпы бұның аккаунтында барлық пропуск түгелімен ашылғанда, бірақ тек қана дәл осындай бізде агентті лапки деген пропуск қана ашылмай қалған екен. Оның себебін нақты мен білмедім, бірақ енді Free Fire бойынша ең алғашқы ашылған аккаунт. Жалпы бұның кім екені TikTokқа да жалпы шыққан болатын, егесінің жалпы түрін көрсеткен болатын еді. Сендер оны TikToктан іздеп қарасыңдар болады, оны тек TikTоктың поисіне Хар Олд деп жазасыңдар. Так, бізде бұның жалпы
рейтингті рангта өздерің білесіңдер, көп ойнамайды, жалпы ойынға көп кірмейді, сонда да бұның несі рейтингі платина 4 және де рангы алмаз 2 екен. Ал бұның список желаниесіне не болады екен? Так, дәл осындай мотоцикл, дәл осындай аватар и мынау эмоция. Мынау эмоция біздің регионда көптеген игрокта бар, бірақ мынада жоқ, ойлашы, аккаунтында жоқ. Ну жарайды, біз бұл аккаунтты көрдік. Так, бізде енді келесі аккаунтымызды көрейік, яғни бұның ID бізде 14.98.10, так, 98.10 дейді. Так, сосын 67.04 жалпы. Так, бұл кімнің аккаунты? Бұл бізде енді дәл осындай 100-ші уровень аккаунт. Бұл да жалпы 1 сағат бұрын ойынға кірген екен. Так, бірінші бұның бір профиліне кіреміз. Ойлаңдар, достар, мынаны көрдіңіз, 100-ші уровень үші аккаунтында. Осы уақытқа дейін жалпы ең көп лайк деп отыр, 4.036.000 лайк бар. Қалғандарының барлығы 1 миллионға шектеледі. Мынаның аккаунтында 4 миллион не деген лайк. Біз де бұған бір лайк басып қойдық. Так, ендеше бұны өздерің көрсін. Жалпы королевский битвадан енді бізде рейтингтен 33.431 очкосы бар, ал рангтан бізде 56 жұлдызды эксперт екен. Екінші жанда М44 қойыпты, және бұл 7-ші уровень прайм екен. Так, біз медалдарын көретін болсақ, бізде жалпы бұл бізде мынандай кровавый, яғни демо пропустамаса ойнаған. Бірақ мына жақта адского спорта дегенді ашпағанда, яғни пираттан бастап нормально ашқан екен. Бірақ бұл қалай 100-ші уровеньге жеткен, яғни бұның аккаунты вообще тыным таппай ойналған сияқты ғой. Но жарайды, бұның жалпы список желаниесінде не бар екен? Ешқандай затты өзінің список желаниесіне қоймаған болалы. Так, бізде өзіміздің келесі аккаунтымызды көрейік. Жалпы бізде бұл 5-ші аккаунт, 8-ші аккаунт болу керек. Бұның ID жалпы 63 150 дейді, 66 68. Так, мынадай аккаунт. Бұл әрине біздің региондағы аккаунт. Бұл бізде Нариса деген тиктокершаның аккаунт. Енді бұл аккаунтты сендер барлықтарын білесіңдер деп ойлаймын. Енді жалпы мен бүгінгі видеода басқа регионның барлығын көрсетіп, енді арасында бір өзіміздің региондағы жалпы аккаунтты қосқым келді. Ал бұның аккаунты өздерің көрсеңдер, бізде жалпы 91-ші уровеньде 173.000 лайк бар. Так, мына жақта еще рейтингтан градмастерге жеткен екен, 6779 очкосы бар. Ал ендеше бұның ранкін көрейік. Бізде жалпы ранкі 55 жұлдызды эксперт екен. Екінші жағында бізде не бар өздерің көресіңдер. Біздің жалпы региондағы ең редкий заттар қойып қойған. Бізде көресіңдер, бірінші бізде пиратский стенка, екінші бізде жалпы ниндзяның стенкасы, енекті Рагнарёк бар, арский сенің маскасы бар, Рагнарёктың қыз түрі бар, жалпы Юмпи гейша бар, дровашын, яғни бізде. Так, қандай дроваш өзі? Бұл атака титановтың соның дровашы и 90-ші уровень стенка, и тағы бір ниндзя сияқты бір стенка. Енді бұл да по идее бізде предзаказға шыққан стенка болу керек. Ал ендеше бұның список желаниесін көрейік. Жалпы бізде не зат бар екен? Енді көріп тұрсыңыз, бізде осындай бір заттар бар. Енді біздің регионға әлі шыққан заттар бар. Енді бұның аккаунтында қателеспесем 1500-ден жоғары торс бар. Енді біздің регион бойынша ең мықты аккаунты бар қыз десе де болады. Ал ендеше бүгінгі видеода өздерің көргендей бізде енді әзірге 8 аккаунт көрсеттік. Ал ендеше тағы да бір 2 аккаунтты мен сендерге тапсырайын. Жалпы біздің региондағы бір аккаунт және осы Free Fire бойынша тағы да екінші жалпы аккаунтты тауып және солардың ID-ін сақтап осы видеоның комментариясына қалдыра кетіңдер.